Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын меренга рулетін жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болып, тамашалап, подписаться басылмасын басыңыздар. Алдымен біздің ыдысымыз осындай құрғақ болуы тиіс, ешқандай май болмауы керек. Ол үшін біз осындай қағаз сүлгінің көмегімен тазалап қайта сүртіп шығатын боламыз. Міне осындай таза болғаннан соң, біз жұмыртқамызды ақ уыз мен сары уызын осылай ажыратып аламыз. Міне осылай жұмыртқамыздың барлығын ақ уыз мен сары уызын бөліп болғаннан соң, миксердің жай жылдамдығымен әр минуттар сайы жылдамдығын көтеріп, ақ уызымыз 2-3 есе болғанынша миксерлеп аламыз. Сіздерге ақ уызымыз мынанша уақытта көтеріледі, мынанша уақытта 2 есе болады деп айта алмаймын. Себебі әркімнің миксері әртүрлі және соған байланысты жылдамдықтары да әртүрлі болады. Міне осындай қалыпқа енгенше миксерлеп аламыз. Осындай қалыпқа енгеннен соң қантымызды азғантай бөліктен салып, осылай қайта көбіртіп аламыз. Егер де менің видеоларым сіздерге өз пайдасын тегізіп жатқан болса, қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписаться батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Міне осылай қантымыздың барлығын салып, толықтай ерігенше миксерлеп болғаннан соң, қасықтың ұшымен ғана лимон қышқылын салып, қайта лимон қышқылы ерігенше шамамен 2-3 минут миксерлеп аламыз. Міне біздің лимон қышқылдарымыз толықтай еріп жатыр. Лимон қышқылын біз пешке салған кезімізде өз қалпын сақтап қалу үшін салатын боламыз. Міне осындай күйге енеді, өз формасын жақсы сақтайтын болады. Ендігі кезекте бір ас қасықпен крахмалымызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Айта кететін бір жайт, крахмалды салғаннан соң көп миксерлеу қажет емес. Шамамен 10-15 секунд крахмалымыз толық араласқанша ғана миксерлейміз. Міне біздің массамыз дайын болады. Дайын болған кезде осындай күйде болады. Ешқандай да ағып кетпейтін болады. Енді осыны формамызға жайғастырып, қызып тұрған пеште 150 градуста шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Менің рулетім кішкене гідірлек болғанын қаладым, сондықтан мен 40 минуттай 150 градуста пеште ұстадым. Сонда менің рулетім кішкене гідірлек болып шығады. Егер де сіздерге жұмсақ болғанын қаласаңыздар, 25-30 минут ұстасаңыздар да жеткілікті. Міне осылай бізде пісіп шықты. Сіздер пергамент қағазынан ыстық күйінде алсаңыздар болады, суыған күйінде алсаңыздар болады. Мен осылай ыстық күйінде алып тастадым. Енді бізде 20-25 минут уақыт өтті, толықтай суыды. Енді креміне өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мен осылай вареное молоко салдым. Міне осылай молокомды барлық шетіне бірдей етіп жағып шығып, арасына осындай кішкене ғана шоколадтарды төсеп шықтым. Ол өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Енді осы рулетімізді ақырын астындағы қағазымыздың көмегімен орайтын боламыз. Мен гідірлек болғандықтан менде оралу кішкене қиын болды. Орап болған соң бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Мен осылай шоколадты ертіп, осылай бетіне құйып шықтым. Біздің рулеттеріміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай гідірлек болып шықты, зефир сияқты. Дәмі енді ерекше болады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Кездескенше сау болыңыз.